Енді мына аяқ киімді қарастырайық. Мұнда 3 баға жазылған. 28, 26 юань, 8 юань деп. Астында қанша штук алу керектігі сразу жазылып тұрады. Міне 28-дің астында 2 деген цифр тұр. Ол 2 штук алу керек деген сөз. Ал енді мыналар уже астында штуктары жазылып тұр. Олар уже оптым бағалары. Осы аяқ киімді есептеп көрейік. Мынау 2 деген ол ішкі доставкасы. Қытайдағы Қазақстанның складына осы аяқ киімді жеткізу доставкасы. Калькуляторға салып көрейік. Аяқ киімнің бір штукқа бағасы 28 юань. 28 плюс 28, оған қосамыз ішкі доставканы 2 юань. Мына аяқ киімнің бағасы қосқанда 58, 2 аяқ киімнің бағасы қосқанда 58 юань болды. 58 юаньді курс бойынша 58-ге көбейтеміз. 3364 теңгеге шықты. Ал енді 10%-ін қосып көрейік. Поставщиктің 10%. Сонда мына аяқ киім, 2 штук аяқ киімді сіз 3700 теңгеге аласыз деген сөз.